Қызылорда қаласына қарасты 7 ауылдық округ, 2 кент болатын болса, сол 7 ауылдың бірі Қызылорда қаласына жақын жерде орналасқан 10 шақырым арасы Қарауылтөбе ауылдық округі. Бүгін сол жаққа келіп тұрмыз. Олай болса, ауылдағы бір күн бағдарламасының 4-ші шығарылымы Қарауылтөбе ауылының жастарымен сұхбаттасатын боламыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Залымызда 40-қа жуық спортшы қазақ күресімен шұғылданады. Осы ауыл қалаға жақын ауыл болғандықтан біз осы ауылды таңдап, осы ауылдың жастарымен, жасөспірімдерімен жұмыс жасауға осындай ынталанып, қазіргі таңда нәтижесін беріп, балуандарымыз республикалық, облыстық, қалалық жарыстарда, деңгейлерде жарыстарға қатысып, жүлдемен оралып, жеңімпаз болып жүр. Осы ауылдың жастарын болашақ әлем чемпионы, Азия олимпиада чемпионын шығарамыз деп жұмыс жасап жатырмыз. Құдай қаласа жақсы нәтиже көрсеткен балдар Нұртуған Нұрбол деген шәкіртіміз бар. Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткер палуанымыз. Оның артынан да өсіп келе жатыр балдар. Осы қалалық деңгейде, облыстық деңгейде өткен жарыстарда осы Қарауылтөбе ауылының балдары командалық есепте 1-ші орын, 2-ші орындан көрініп жүр. Алдағы жоспар бұйырса бізде осы сәуір айының 28-і күні бұйырса Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді. Соған қазір тыңғылықты дайындық үстіндеміз. Болашақта үлкен елді атын шығаратын, әлемді төрткүл дүниені ойындататын жаңағы спортшылар шықсын деп тілеймін. Біздің бағытымыз осы спорт бағыты болғандықтан, осы жағынан біз көбірек көргіміз келеді. Осы ауыл жастарын, осы елден шыққан азамат деп танитын, білетін ер азамат, ұл қыздар шықса, бізде арман жоқ. Мен 1996 жылы дүниеге келгенмін осы Қызылорда қаласында. Айтбай Хангелдин атындағы номер 179 орта мектебінде білім алып, 11 жыл сынып осында бітіріп, осы мектептің қабырғасында бірге жүріп, ұстаздарымнан білім алған, қазіргі таңда сол ұстаздармен иық тіресе жұмыс жасап жүрген әріптеспін. Биыл бізге физика пәніне жаңа кабинет, лабораториялық оқу кабинеттері барлығы берілді. Түгелімен 100% дерлік соңғы үлгіде берілді. Оның ішінде тіптен шетелден келген Мазабук деген программаға дейін қамтылған. Ол программаның өзі үлкен жоғары университеттерде, Назарбаев зияткерлік мектептерінде оқытылатын программаларды біз ауылдық мектепте балалармен оқып, танысып, соны біліп жатырмыз. Біздің жалғыз физика пәнін таңдаған емес, мектебімізде қаншама пәнді таңдаған оқушыларымыз ұлттық бірыңғай тестілеуден алды 128 балл жинайтын болса, 117-118 баллға дейін жинаған шәкірттеріміз Еуразия ұлттық университетінде, Әл-Фараби ұлттық университеттерінде, Абай ұлттық университеттерінде білім алуда. Алтын белгілеріміздің өзі 8 алтын белгі шығарып отырмыз 4 жыл көлемінде. Соның ішінде 5 оқушымыз осы физика пәнін таңдаған. Ең мықтысы Ибашев Мағжан деп айта аламыз. Ішіндегі 128 балл жинап, керемет оқу орнында қазір өзіне қажетті мамандықта білім алуда. Мемлекеттен алған қолдауым өте көп. Себебі бізге тегін білім алуға жағдай жасады үкімет. Сол білімімізді алып, біз мамандық иесі болып, қазіргі таңда жұмыс жасау барысында дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша мен қайтарымсыз 1 реттік беретін жәрдемақы алдым. Қасымда некелескен өзімнің жарым бар, ол кісі де осы мектептің мұғалімі. Екеуміз де қайтарымсыз жәрдемақы алдық, 1 реттік. Екеуміз бірлесе отырып 50-50 негізбен үйге ақша алдық. Яғни 3.987.658 теңге көлемінде, қателеспесем, біз үйге
0,1% десек те болады. Яғни үстіндегі пайызы көрінбейтін сондай керемет пайызбен біз мемлекеттен қолдау көрдік деп айта аламыз. Қоғамнан қалмай жұмыс жасап келе жатқанмен мен денсаулық жағдайыма байланысты әлеуметтік осал топтарға жататын мүмкіндігім шектеулі азаматтардың қатарына жатамын. Бірақ дегенмен де мүмкіндігім шектеулі екен деп қарап қалмай, мен алға деген өзімнің ішімдегі дауыспен, ішімдегі батылдықпен мен осы жұмыста әрі қарай жұмыспен қажырлықпен жұмыс жасап келе жатырмын. Маған үкімет тағы да бір көмек, жәрдемақы төлеп отыр. Яғни менің еміме қажетті десем болады. Автокөлік жөндеумен айналысып бастап жатырмын. Қанша уақыт болды? Қанша уақыт болды? 5-6 жылдай болып. Мотор жинейміз, ходовой істейміз, қыста пеш істейміз, жазда автокондиционер. В общем, не істеу керек, бәрін істейміз машинаға. Машинаға қатысты. Жеңіл автокөлік қой, иә, жеңіл автокөлік істейміз. Құдай қаласа, алдағы уақытта үлкен машинаға да көшеміз. Бірінші гараж тауып алсақ, құдай қаласа. Алдағы уақытта гараж салу керек болып тұр. Бірінші очередь. Ары қарай жалғастыра беремін ғой, жеймен деп. Бірден болмайды ғой енді бәрі, жеймен. Қазір не істеп отырсың осы? Осы қазір мотор жейініп тұрмын, құдай қаласа. Не мотор? Мерседес автокөлігінің моторы. Осы бір моторды жөндеп шығару. Енді қазір несін істеп отырсыз? Ол бағасы қанша болды? Осы кезде картер ашып отырмын. Картер ашып алдығы цепті алам. Ол цепті алу минимум 10-нан басталады. Мысалға электриктік оқу деген сияқты. Оқу бар ғой, бірақ ойын ояқты. Оқыған жоқсың ба, әлде самоучка? Оқыдым ғой, оқыдым. Неде оқыдым? Политехте оқыдым. Сол автомеханикны оқыдым. Ояқты ондай үйретпейді ғой, физически. Кітаптар жүзінде ғана үйретеді. Ол кітап жүзінде істелмейді да ғой машина. Неше жыл болған техникалар. Практика жүзінде көру керек. Практика жүзінде көрген дұрыс. Сізге тек осы ауылдан ба, әлде басқа да қаладан да келе ме мотор жөндеуге? Қала емес, жан-жақтан районнан іздеп келеді бізді. Арал, Қазалы, пеш дегеніңіз жан-жақтан іздеп келеді. Особенно қыста деген есіктің алды үйіліп кетеді кәдімгі. Полный болып. Пеш жасау қанша? Пеш жасау, тазалау 5000. Панель ашу 10-нан басталады. Бір күнде неше пеш істейсің? Bir günde 2-3 пеш істеп соғады мысалы. Сен жұмыс істемей қойса қарап тұрып айтайыншы, қозғалыс көп болып кетті. 2-3 істеп болады. Промывка болса бір 10 шақты істеп болады кешке дейін. Азын ертерек бастаса. Қыста істеп жүрдік қой. Қазір енді осы қазір бір өзің бе жұмыс істеп жатырсың? Иә, қазір бір өзім. Балдарым бәрі оқуда қазір. Құдай қаласа, ертең жазда қайтып тартамыз ғой бәрі. Негізі уақытылы майын ауыстырмаймыз ғой, бәрі сондай ғой. Ой, ештеңе ұмайды деп жүре береді. Содан мотор шашайды, май жейді, май ағады. Кейбірі майына да қарамайды. Май болмай қалады, ыстақ болады, неше түрлі жағдай болады. Сосын көктемде ходовой жинатады, қыстан шаршап шығады көбісіне. Қыс деген оңай емес қой. Мұз болады, ерейді бәрі. Резинкин бәрі шаршайды. Амортизатор ағып кетеді, біреу ямыстайды. Былайынша бір моторын жинау 50 мың ғой қазір. Біздің ауылда қалада 70-80 мың қазір. Бәрі қымбаттап жатыр ғой. Ауылда көбісі таныс, содан қымбаттап дейміз, бір баға ұстап тұрып. Ертең айтады ғой, мыналар деген болмай кетті ғой. Көтеріп кетті ғой. Ақша қымықтан ба, не болған деп. Сондықтан сөйтеміз. Қай жылсың? 96. Біздің Қарауылтөбе ауылдық округі негізінде 1929 жылы құрылған Қазақ ғылыми зерттеу институтының өндірістік бөлімшесі болып ашылған ғой. 2005 жылдан бастап ауылдық округ өзі статус алды округ есебінде. Оған дейін Қызылжарма, Қосшыңырау ауылдық округтеріне қарасты елді мекен болып есептелген. Қазіргі күні 463 отбасы бар, 2448 тұрғын бар. 453-і
14 пен 29 жас аралығындағы жастар. Жастарды бос уақыттарын тиімді өткізу мақсатында 6 үйірме жұмыс жасайды. Оның ішінде 5-еуі мәдениет саласында, жаңағы ән, би үйірмелері, домбыра тарту үйірмелері. Жалпы 62 жас сол үйірмелерге қатысады. Бізде биыл облыс әкімінің, Қызылорда қаласы әкімінің қолдауыменен біздің ауылда клуб үй салынайын деп отыр. Бізде осы уақытқа дейін клуб үй осы біздің әкімшілік ғимаратының ішінде, енді типтік неге сәйкес келмейді. Осы типтік жобада 150 орындық клуб үйінің ғимаратын салу жоспарланып отыр биылғы жылы. Ол да мысалы жастар үшін. Ініміз екеуміз осы жерден інімнің атынан жастар бағдарламасымен кредит алдық 6 миллион. Сол мал бордақлаватырмыз. Бұрыннан да малымыз бар еді. Сиырды, ірі қараны, жылқыны бордақлаватырмыз осы жерден көбейтіп мақсатында. Осыны ауылда қазір істеген не бар? Ауыл шаруашылық институт, содан шөбін аламыз, жоңыш шықасын, қамыс шөбін. Сосын жаңағы күріштің атқоттары болады, бидайдың. Одан да алып осы ауылдан бізге шамалы жеңірек болып тұр. Өстіп жастарды қолдау бағытында арзан несие 6%-бен несие беріп жатыр. Сол да жақсы болып тұр. 6%-бен 6 миллион кредит алдық 2020 жылы. Осы биыл құтылап деп тұрмыз. Осы 1-2 айдың көлемінде соңғысын төлейміз. 3 бөліп берген 800 мыңнан 8 ай сайын төлеп отырмыз. 6%-бен жақсы енді. Енді тағы да кредитті ыңғайырақ болса көреміз, енді мал басын көбейтуге жұмыс жасаймыз. 6 миллионға неше мал түсті? 6 миллионға осы жерден ірі қара жылқы малын алдық, 17 бас. Жаңағы ИСЖ-ға тіркелген кәдімгі бір неден алдық шаруашылықтан. Былтырлар өзімізде жылқы бар, енді осы жерде былтыр 7-8 бие саудық. Сұраныс бар бие сүтіне. Біз қымызықты дайындап бердік, қалада 2-3 магазинге, ескі өзіміз Сұлтан, Дәстүр деген магазиндерге беріп бердік қымыздан. Қымызымызды алып тұрып, саумалдайын, елге береміз, саумалдайда ішіп тұрады адамдар. Енді биылда тағы сол 5-6 бас, 10 басқа дейін сол енді бие саудырамыз деп отырмыз, құдай қаласа. Енді төлейді жылқы мал осы апрельден майға дейін. Сол сиыр сүті де сұраныс бар енді. Ол бірақ сиырды жаңағы сүт бағытын осы жерден 5-6 ғана сиыр ұстаймыз ауылға, өзімізге сүтке. Көбінесе сиырды біз тауға шығарамыз. Жазда Сарысуға немесе жаңағы Шиеліге қарай тауға шығады. Қазақтың енді ата-бабамыздың айтқан дәстүрі ғой ол. Өзіміздің ата кәсіп. Мал шаруашылығында енді пайда бар. Тәртібіне сәйкес оқып алса, енді жеңілдікпен кредитте беріп жатыр ғой мемлекеттің. Енді бізге 12 миллион аласыз ба, 9 миллион деп жатыр енді. Алдағы жоспар енді жаңағы залогтарыңыз сәйкес келсе кепілдеріңіз береді екен онда. Жер көлемі болу керек екен. Соған жұмыс жасап жатырмыз. Осы жерде енді 2 адам тұрақты жұмыс істейді. Тұрақты айлығын алады осы жерден. 2-3 жылдың көлемінде мал азығы көбейіп қымбаттап кетті. 3 есе қымбаттап кетті. Пресс бұрын 300 теңге болатын, 200 теңге. Енді қыста 1200-ге дейін кетіп қалып тұр. Біз жаздың өзінде аламыз 700 теңгеден, 600 теңгеден. Сосын жаңа жем енді бұрын бір мешок жем 800 теңге болса бір қап жем. Қазір 2000 теңге ана бидайдың. Мушка 3600-ге дейін барады. 3200-ден 3600-ге дейін. Енді малды біз өзімізден арасында төл шығады шамалы енді. Сосын жаңа сырттан аралап алып келеміз. Енді пайдасы жоқ емес бар енді, бірақ енді пәлен бір бастан былай 100 мың көресін деп айтамаймыз енді, бір 50 мыңдай, 40 мыңдай көруге болады шығар. Бір 20 бас, 15 бастан ұстаса жоғары, 10 бастан жоғары. Енді 2 жас бірге айналысса болады пайдасы. Екі 2016 жылы Қарауылтөбе ауылына биология пәні мұғалімі ретінде жас маман болып жұмысқа орналастым. Осы мемлекеттік бағдарлама дипломмен ауылға жобасын естіп, көтерме жәрдемақыға өтініш тапсырдым. Сөйтіп бірінші рет қайтарымсыз көтерме жәрдемақысын алдым. Одан кейін кеше 2021 жылы көктем айында дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша осы үй алдым. Бұл бағдарлама жас отбасыларға, әсіресе жас мамандарға өте тиімді екен. Пайызсыз
сосын 15 жылға дейін жаңа бөліп төлеуге болады. Осы жағы енді жас отбасыларға өте тиімді болып тұр. Үй алдық, осы жерде, осы жақта білім беріп жатырмыз мектепте. Үйіміз жақын, орталықта орналасқан. Отбасымызбен тұрып жатырмыз қазіргі таңда. 2018-де тапсырғанымда 168 мың теңге алғанмын. Ол жыл сайын өсіп отырды. Қазір ол 300 мыңға дейін жетті осы кезде. Кешегі әріптестерім алды, жақында келіп жатқан олар 292 мың теңге алды. Және үйді қаншаға түсті мысалға? Бұл үй 10 миллионнан асты. Енді біз өзіміз қостық үстіндегісін. Ал мен алғаным мемлекеттік бағдарламамен 5 миллионға жақын алдым. Ол үшін жас маман болу керек, не істеу керек? Неге жалпы ауылға келу керек? Ауылда келу керек, дипломмен ауылға жұмыс істеу керек. Сосын қанша уақыт жұмыс жасау керек ауылда? 3 жыл жұмыс істеу керек. Сосын өтініш тапсырып, ай сайын, 90 сайын біз өзіміз осы жерде жұмыс істеп жатырмын деген анықтама беріп отырамыз. Есеп беріп отырамыз, анықтама беріп отырамыз. Сосын ай сайын жаңағы аз мөлшерде 20-25 мыңнан асатын мөлшерде кредитін төлеп отырамыз. Документ. Ол пайсыз. Документ дайындауда басқа қиыншылықтар бар ма негізі? Жоқ, бірінші сала мамандарына барамыз. Олар өздері көрсетеді, тура солардың айтқаны бойынша жүреміз. Перечень документ береді. Сол бойынша нетеміз, дайындаймыз. Мына жастарды шақырамыз, осы ауыл шаруашылығына келіп мал жинап, жаңағы егістен, жаңағы шөбін жинап, осы ауылда жоңышқа бар, шөп бар, өзі орып, осы салаға кесе, бұл шаруа енді жерге қарататын шаруа емес, мал шаруашылығы. Жақсы деп ойлаймыз енді. Жатпау керек деп айтам, жатпау керек қой. Еркек адам жатқан дұрыс емес. Тірлік етсең, любой нәрседен ақша табуға болады ғой. Главное, алдамау керек адамды. Не көп, бақтан тепкіштер көп қой қазір. Кетпейді, ойбай, өйтеміз, деп жоққа кетеді. Істеп береді де қашып кетеді көбісі. Негізі алдамау керек қой дұрыс. Базардың өзінде де алдап сатып жүреді ғой. Ойбай, мына зат мықты дейді. Ақ келсең туфта, болмаса бірақ көп шығады. Қырғын нәрсе бірақ көп шығып жатыр қазір. Кейбір клиенттер ренжиді, өздері әкеліп тұр. Мен айтамын, біз емес қой әкеліп беріп, қымбатын әкеліп келіп, пожалуйста, салып береміз әдемі. Әркім өзінің профессиясы болады дейді ғой, менің профессиям болса. Білімділік қой, білім керек жастарға. Бұл білім деген дүние, ол диплом алуған емес, ол мәшине жөндесең де білім керек. Қазақта айтады ғой, торғай сойса да қасапшы сойсын деген. Әрбір егінші болса, егіншіге де білім керек. Болмаса мемлекеттік қызметте, мысалы, ол екі бастан білім керек. Ғылым игеру керек. Біздің жастар өзінің кәсібін ашу керек. Ең бірінші. Кәсіп ашудан қорықпау керек қой. Кәсіп бар жерде береке бар. Құрметті достар, ауылдағы бір күн жобасы осымен тәмам. Бүгін біз Қызылорда қаласына қарасты Қарауылтөбе ауылдық округіне болдық. Жастармен тілдестік, сұхбаттастық. Келесі қандай ауыл болған қалайсыздар, төменге пікір қалдыңыздар. Лайк басыңыздар, бізді қолдаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.